Достар, сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен жұмсақ, қолжетімді ингредиенттерден дайындалатын сары өрік қосылған пирог дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Тереңірек ыдысқа жұмыртқаларды жарып, оның үстіне қант саламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап біртіндеп жылдамдығын қосып, жақсылап әппақ болып көпіргенше араластырамыз. Масса ұлғаюы керек. Менде шамамен 5-6 минут кетті, қарапайым миксермен шамамен 10-11 минут кетеді. Ұнға разрыхлительді қосып, бірінші араластырып аламыз және міндетті түрде ситыдан өткізіп, жұмыртқалы массаға ұн мен разрыхлительді қосамыз. Лопатканың көмегімен араластырамыз. Дәл осы видеодағыдай араластырсаңыз, пирогыңыз биік, әдемі болып шығады. Форманың астына, жан-жақтарына сары майды жақсылап жағып, массамызды орналастырамыз. Менде диаметрі 26 см. Тегістеп жібереміз және жақсылап жуылған, сүйегінен тазартылған өріктерді осылай орналастырып шығамыз. Қатты батырмай қойсаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 30-35 минуттай пісіреміз. Шпажка немесе зубочисткамен ортасынан тығып көреміз. Толықтай құрғақ болып шығуы керек. Пирогымызды толықтай суытып, формасынан босатамыз. Қалауыңызша үстін сәндеп, пирогты кесіп, дастарханға ұсына берсеңіз болады. Бұл пирогқа неше түрлі басқа жеміс-жидектерді қосып, немесе тіпті жеміс-жидексіз де жай бисквитный пирог қылып пісіруге болады. Жұмсақ, өте дәмді болып шығады, шаймен күшті кетеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк пен комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Каналыма тіркеліп қойыңыз. Бұдан да басқа неше түрлі тәтті тағамдардың рецептерімен бөлісетін боламын. Барлықтарыңызға ас болсын.